2024 жылы мен көп ақша тапқым келеді дегенді айтқан кезде ғалам түсінбейді. Себебі ол нақтылықты жақсы көреді. Мысалы, енді көп ақша деген понятие әркімге әртүрлі. Мысалға, сіз үшін 500 мың уже біраз жақсы ақша болса, біреу үшін 20 миллион теңге аз, өйткені олар уже 50 мыңның түбіне жетіп отыр, айына. Сол себептен де бұл жерде ғалам нақты сізге қанша керектігін ол білмейді. Сол үшін біз бүгін сіздермен жалпы 2024 жылы қалай үлкен табысқа шығуға болады, қалай өзіміздің желанияларымызды жазуға болады, осы туралы өтетін боламыз. Ал бүгін сіздермен онлайн жұмыс жасайтын әдеттегенше Әдия Аралбай. Егер тегін терапия алам десеңіздер, онда каналыма жазылып қойыңыздар. Себебі менің каналымда тапсырмалар мен техникалар өте көп беріледі. Ал мен көп ұзамай бастаймын. Кеттік. Сонымен енді сізге сұрақ. 2024 жылы сіз қанша тапқыңыз келеді? Қандай табысқа шыққыңыз келеді? 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион. Жазып шығыңыз. Комментарийға міндетті түрде жазыңыз. Мен сіздерге әрі қарай қандай бірінші қадамдар жасау керегін айтатын боламын. Ал енді қараңыздар, сіздер мысалы қазір ойыңызда ол сома бар, Ол соманы енді әрі қарай қалай келеді деп логиканы салмаңыз. Логика деген не? Ол біздің миымыз ойлана бастайды. Мысалы, ол қалай келеді? Менде ондай мүмкіндіктер жоқ қой. Мен орташа семьядан шықтым. Ақша тек үлкен танысы бар адамдарға ғана келе бастайды деген әртүрлі ойлар келе бастайды. Яғни ол біздің қорқыныштарымыз, Біздің қорқыныштарымыз көбінесе біздің миымызда, логикамызда болады, Сол себептен де осы нәрсені бірден позитивке айналдыруды үйреніңіз. Мысалға, жоқ, мен 1 миллион теңгеге лайықтымын. Ол маған жақсы жолмен келеді. Мен адамдарға көмектесу арқылы, өз миссиямды орындау арқылы келеді. Маған күшті идея келеді деп, сразу негатив келген кезде, қорқыныш, логика келген кезде осы нәрсені позитивке айналдыруды үйренеміз. Әрине қиын болады, өйткені сіздің миыңыз әбден қорқынышқа кіріп кеткен, негативқа үйреніп кеткен болса, бірден бұны орындау қиын болады. Сонымен қатар сізге тағы бір тапсырма, сол 1 миллион теңгеге не аламын? Яғни ақша нақтылық жақсы көреді, Ол ақша не үшін керек сізге? Ол да ғалам үшін маңызды. Оны просто ешқандай идея, ешқандай сізде жоспар болмаса, ол ақшаның келуі де қиын болып жатады. Сондықтан осыны міндетті түрде ескеріңіздер. Енді қараңыз, мысалға сіз осы пункттың бәрін орындайсыз, одан кейін айтасыз, Әдия ханым, бұл жұмыс істемей жатыр. Это не работает дейсіз. Оның тағы бір себебі бар. Өйткені біз логика, қорқыныш, әртүрлі ішіміздегі сезімдермен жұмыс жасағанымен, біз сонымен қатар ғажапқа сенуді білмейміз. Ол бала кезде болады бізде, Бала кезде қарасаңыз, оларда әртүрлі нәрсені армандай береді. Оларда стереотип жоқ, қорқыныш жоқ, қатып қалған қағидалар жоқ, оларда шектеу жоқ. Олар өзін құлдық санаға салып тастамаған. Сол себептен мына ғажап деген сезім бір кездері бір өзімен өзі жоғалып кетеді. Өйткені қоғам ананы айтады, мынау айтады, адам айтады, жұмыс айтады, ата-ана айтады. Сол себептен де мына ғажап нәрсені қайтару керек. Оны қайтару үшін мен бұл видеода енді целый 1 сағат видео жазып отыра алмаймын, Сол себептен де оған арнайы техникалар керек, оған арнайы тапсырмалар керек. Егер осымен жұмыс жасайын десеңіз, мен сіздерді ғажап 2024 атты курсымды сатып алуға кеңес берем. Ол курс қымбат тұрмайды, қазір тем более скидка болып жатыр, 90%-бен 5 мың теңге болып шығады сонда. 30 минуттық видео, ол жерде әртүрлі тапсырмалар беріледі, не істеу керек, жаңа жылды қалай қарсы алу керек, неге ғажапқа сену керек, жалпы жаңа жылдық әдемі өзінің бір ережесімен қарсы алып алмасаңыз, 2024 жыл ғажаптар болмайды деген сияқты нәрселер бар да, сондықтан міндетті түрде алуға болады. WhatsApp номер осында, осы номерге жазсаңыздар, бірден сіздерге ары қарай не істеу керек екенін түсіндіріп айтатын боламыз. Мен енді қорытындылайтын болсақ, жалпы ақшаның келуі, ақша потогының ашылуына қатысты мен уже шынымды айтсам, қанша әдебиет оқығанымды да білмеймін, қанша сабақ өткенімді де білмеймін, бірақ это работает, қыздар. Бірақ оған бірнеше ғана нәрсе әсер етпейді, Оған өте көп факторлар әсер етеді. Сезімдерді, қорқыныштарды, логикамен жұмыс жасау керек. Сонымен қатар жаңағыдай ғажапқа сену, одан кейін нақты ақшаны жазу,
ғаламға өзінің запросыңды дұрыс жіберу, иә, одан кейін жаңағы ішкі состояниең, алғыс айту деген нәрселер өте көп. Егер сіз менің барлық шығып жатқан видеоларымның әрқайсысын қарап өтсеңіз, өзіңізге бір пазл жинайсыз. Өйткені бұл жерде бір ғана сөзбен бүткіл пазлды айтатын болсақ, онда видеоның уақытысы да жетпейді. Сол себептен де олар барлық видеолар бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан да 2024 жылға мықты қадам жасаймын десеңіздер, ерекше бір неге крем десеңіздер, проработка жасаймын десеңіздер, мен сіздерді консультацияға шақырамын, курс сатып алсаңыздар болады. Консультация онлайн және офлайн түрінде өтеді. Алматы қаласында болса, офлайн келсеңіздер болады, өйткені мен Алматы қаласында тұрамын. Онлайн болса да видеозвонокпен өте жақсы практикаларды да өткізуге болады, трансформациялық ойынды да өткізуге болады. Сонымен қатар мен трансформациялық ойын жүргіземін, 3-4 адамға дейін жүргізуге болады. Ол жерде кез келген запроспен жұмыс істеуге болады, өте қызық шын мәнінде. Сондықтан да енді бүгінге айтарым осы, бүгінгі видеоның енді басты нәрсесі ол ғажап нәрсеге сену, логикаға салмау, сонымен нақтылықты, ғаламға нақты ақпарат жіберу. Жалпы айтарым осы, келесі көріскенше күн жақсы.